ол сөзде ұят жоқ. Ер азаматтар, отырған азаматтар болса, пантагематогенді үзбей ішулеріңізді барлықтарыңызға ұсынамын. Өйткені келіншектеріңіз довольны болса, сіздер де довольны болып жүресіздер. Ол рас па? Мен өзім жұбайымнан бастайын. Мен өзім косметика саласында істеген қызбын, сетевичкімін. Дәрі деп біреу ұсынып атса, мен вообще тыңдамайтынмын. Бат айтып атса, мен айтатынмын. Мен бат сатпаймын, қарағым айналайын. Мен дәрігер емеспін. Біреудің бір организмін құртып қойып соттанып кетуге шамам жоқ деп сразу отказ беретінмін. Білмеймін, сол күні негедір тыңдадым. Мен өзім спонсорым Розапшеге рахмет айтам. Осы жерде отыр спонсорым. Уже мен күйеуімді жаңада бермеген дәріміз қалмады, емдетпеген нәрсеміз қалмады. Уже түнімен 5 рет шығатын ол кісі. Бір аптада, осы Алла тұрда төбемде, бір аптада сол простатиттен айықтық біз. Сондықтан мен өзім бардым. Сол кісіні өзім іздеп бардым. Бұл қандай чудо керемет, мен ештеңеден аптекті бағып келдім ғой. Қалдыртамадым аптекті, шынды айтам. Простамол уны бар ма, простатитке не бар, Қытайдан да қалған жоқ. Қытай медицина бірінші орында еді, оны тексердім. Результат болған жоқ ешқайсынан. Мен Vertex юның продукциясын 100 емес 200%-бен айталам. Любой адамға. Одан кейін ұзаққа бармай-ақ қойын, өзім семьямнан бастап жатырмын мен. Одан кейін уже адамдарға бере бастадым, көзім жеткен екен. Өзімде 7-ші айда рактың басталуыны женский жағымнан болдым. Әйелдердің бәрінде болады. Стресстен, біреуге өпке ренжістен, еркекке ызамыз келген кезде көкірекпен женский жақтан частан рак болар екенбіз, қыздар. Басталуы. Оны бәріміз міндетті түрде 6 ай сайын өтіп жүріңіздер, анализ тапсырыңыздар дейтіні дәрігерлердің бекер емес екен ол нәрсе. 7-ші ай сол нәрсенің проблемамын білдім, бірақ мен айттым, Алла берген дердің шипасын Алла береді дедім де, Аллаға тапсырдым да жүре бердім. Алла өзі береді дедім. Мен спирулина, сосын женский, одан кейін черный имбер үшеуіні бүйтіп ұстап, үшеуіні бірден іштім, аш қарынға. Кешкісін жатар кезде, как тамағымды ұнтсам ұнтам, дәрімді ұнтпаймын. 25 күнде анализ тапсырдым биопсияға да, тап-таза шықты қыздар.